Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданында бір-біріне жақын туыс үш бірдей адам суға кетті. Шелек өзенде шомылып жүрген 1988 жылғы қыз бала суға бата бастаған. Оны құтқарамыз деп суға секірген інісі мен жездесі ағысы қатты өзеннен қайтып шыға алмай қалған. Оқиға орнында тілшіміз Ләззат Ахметжан болып қайтты. Таудан сарқырап ағып жатқан салқын өзен жағасында шелек тұрғындары аптап ыстықтан бір уақыт демалғанды жөн көреді. Сол күнінде жақын ағайын туыс Ақтоғай ауылының іргесінде жайқалған көктің көлеңкесінде көңіл көтермек болған. Алайда ағын су жастардың өмірін қыршыннан қиып кетті. Қыз түсіп кеткен ана демал барған балалар, ол бәрі бір семьяның балалары почти. Күйеу балалары. Көмек түсеміз деп түскен артынан. Төртеуі секіріп түскен жерде. Екеуі шығып кеткен судан. Екеуі сонымен кетіп қалған. Суға кеткен қыздың денесін демалға бірге келгендер өзінен сол сәтте шығарып алған. Туыстары бойжеткенді кеше жер қойнауына тапсырды. Ал оны құтқарамыз деп иірімге түсіп кеткен екі азаматтың денесін табу қиынға соқты. Себебі ағысы қатты, кейбір жерлерде тереңдігі 15 метрге жететін аса өзенге тіпті сүңгуірлердің өзіне түсу қауіпті болды. Сондықтан судың көлемін азайту үшін үлкен Алматы арнасын жабуға тура келді. Кеше таңертең сағат 8-де 7-де су тоқтатып, бактан өткен жаңа аварийный сброс дейді, бұны постоянно жаңа сброс жасап отырады, онысы болмайды водохранилищеден. Сол жартысын тоқтаттық, хабарласып аудан шығып. Содан табылмағаннан кейін сағат 2-ден кете жаңа Дануля тоқтаттық. Бүгін күннің өзінде міне қаншама су алып жатыр, мына штек кетіп жатыр. Бірақ бас жағында жаңағы түсіп жатқан су жоқ бактан. Оқиға орында 2 тәуліктен бері қатарынан бірнеше сүңгуір, ауданның барлық құтқарушылары мен полиция қызметкерлері жабылып жұмыс істеп жатыр. Апталдай азаматтарынан айырылған бүтін ауыл тұрғындары өзен жағалап жүр. Су деңгейі 1,5 метрге түскен соң ғана бүгін 1995 жылғы азаматтың денесі табылды. Міне дәл осы жерде жастар алаңсыз демалып отырған. Бұл суға түсуге мүлдем болмайды. Алайда біз жақын жерде суға түсуге қауіпті деген бірде-бір жазуды көрген жоқпыз. Суға кеткен үшінші адамның денесі кеш батқанша табылмады. Шелек ауылында мектеп мұғалімі болып жұмыс істеген азаматтың артында 3 баласы мен бір күнде 2 бауырынан бірақ айырылған жесірі қалды. Ләззат Ахметжан, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы облысы.